қызға сөз салу керек, предложение жасау керек, идеяларыңмен айтшы ал. В общем, мынандай идея бар. Кафеде отырасыңдар, менің дос балаларым бар. Сол сен кафеде келеді, қағып кетеді, сыртқа шығарады, сен ұрады, пышақтайды, атады сені. Сол кезде маған тұрмысқа шығасың ба деп сөз саласың, қалай? Мықты, бірақ та барған қызымның жүрегі ауырады, мынаны көріп шошып қалып қалыпсың. Болмаса мынандай бар. Паркте үйсіп келе жатасыңдар, айка екеуің. Собырлар келеді да сендер газельдеріне тиіп та, сен деп айқайлайды да, сол газель ішіне отырып сен сөз саласың, қалай? Братан, тура осы ислам жасады ғой, қайталап қажет емес солай. Кинотеатрда айдеге жасады оны, керек емес. Болмаса қалан шет жағына қарай шығасыңдар. Естен кетпейтін еш. Парашютпен аспанға ұшасыңдар да біз асылардың түнде маған тұрмысқа шығасың ба деп жазып қоямыз, қалай? О, мынау жақсы. Біз төбеде тұрамыз, иә? Примерно бұған ананың арендасы бар, кіруің бар, бәрі. 400 мың теңгедей болады ғой. 400 мың? Иә? Қымбат де, брат, маған арзанырақ, естен кетпейтіндей тойда көрсетемін ғой, сонда айтшы брат. Арзанырақтары бар ол, бірақ өзім тойыма жасаймын, оны бере алмаймын, досым, ренжіме. Құмашы, дәуке, берші пасойский қанша болады енді, дәурен. Аман болсын, аман болыңдар, зор денсаулық болсын, мол бақыт болсын. Бақыт. Үйдегілер қалай? Бәрі аман ба? Батя қалай, Жақсы, шөп түсірдік, папа жақсы, мама күшті. Базар жоқ. Күн ысып кетті, брат, қайта ішек болды. Давай, 7-ші класс бітіргеніміз құтты болсын ал. Алпай. Брат, мына дизиға мас болып қалдым. Сенікі нулевка ғой, қалай масай болды? Аш қарынға шкенті ма теуіп тастады, брат? Базар. Сход жасаймыз екен, кетіп жатыр. Детство, ты куда бежишь? Мен кеше күшті бір көйлек көрдім, сатып алдым. Мамалар да ұнатты. Саған көрсетейін десем тек маған қарамадың да ғой. Кеше қалай жеттің? Жан, мен саған SMS жазсам оқып алып жазбағаның не? Не телефонның ішіне кіріп кеттің, әкеш тексерейін, қыздармен сөйлесіп отырсың ба? Тексерем дейді. WhatsApp'тағы чаттарды удалить еттім, суреттерді удалить еттім, контактілердің атын өзгерттім. Болады. Смело? Аделя деген кім? Двоюродная сестренкам менің. Ал Мадина ше? Тоже бөлем, сен неме сестренкаларымнан қызғанайын дедің ба? Өзің телефоның берші. Мынау Даник деген кім жазып атыр ғой? Туған ағамнан қызғанбайтын шығарсың енді. Туған ағаң ба жан, ренжіме, Жаным, бір-бірімізге сен қызғанбай жүрейікші. Болды жан. Саған звондап атыр ғой. Туған ағам ғой, машинамен кеп тұрады, кете берейін я онда мен. Мен де онда сестренкаларым бар, қыдыртып қайтайын жан. Жақсы. Туыстар оған сенет, бәріне көмектесет, жұмыста да молодец, өзісін жақсы білет. Отынды да жарады, дәмді шығат тамағы, үйде ешкім болмаса, баланы да бағады. Ол әзілдеп жүреді, өзі ғана көледі, тойға ол жиі барад, тойда жейдетпен салат. Бірақ арақ ұртаса, сәл көтер алмай қалад, егер көп ішіп қойса, вот сонда концерт болат. Жездуха, мас болма, жездуха, көп ішпе, жездуха.